Сәлем достар, бүгін сіздер менен осындай өте дәмді медовик дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай 3 жұмыртқаны шағып, үстінен бөлме температурадағы сармай және де балымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз және де шекер саламыз. Осылайша жақсылап араластырып алғанымыздан кейін бізде бөлек ыдыста су қайнап тұрады. Су буында осы нәрселерді араластыра отыра ерітіп аламыз. 2-3 минуттан кейін шекерлері барлығы ериді. Одан кейін ас содасын салып, жақсылап араластырып отырамыз. 3-4 минуттан кейін ол өзі жаймен ағарып көпіре бастайды. Сол уақытта оттан аламыз. Ерітпеміз бізде ыстық болған үшін аз-аздан ұн салып отырып, қамырымызды илеп аламыз. Бірінші басында осылаймен бір кесе ұнды солай салып, араластырып алдым. Одан кейін барып қолым менен иледім. Бұл медовиктің дайындалуы өте оңай және де құрамы өте қарапайым. Соның үшін міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бізге орташа жұмсақтықта қамыр шығу керек. Соны өздеріміз қалағанша бөліктерге бөліп алып, зуала жасаймыз. Мен 7 зуала жасап шықтым. Одан кейін бетін жауып, мұздай жерге холодильникке қоюымыз керек. Жарым сағатқа тындыруға қоямыз. Ол арада біздер кремін дайындап аламыз. Креміне түбі қалың кастрюлямызға 2 жұмыртқамызды және де ұнымызды, шекерімізді, сүтімізді салып, жақсылап араластырып алғанымыздан кейін барып, оттың астын жағамыз және де оны араластыра отыра, жай отта асықпай пісіреміз. Өзі қайнап шығады, қоюласып, қайнап шыққаннан кейін бір бөлек сармай тастаймыз және де бетін жауып, салқын жерге суытуға алып қоямыз. Қайғырлым заттар кеткендігінің барлығын описаниеде жазып қалдырамын. Кремді де дайындау өте оңай, қорықпай дайындай берсеңіздер болады. Одан кейін бағанағы қамырларымызды осылайша жақсылап жұқарақ қылып жайып алып, духовкада 180-200 градуста 3-4 минут давамында пісіріп аламыз және де пергамент төсеуді ұмытпаймыз, себебі листіге жабысуы мүмкін. Тағы да ыстық күйінде өзіміздің қалаған формамызбенен осылай шеттерін тегістеп кесіп алуымыз керек. Одан кейін ол қатып қалуы мүмкін. Бірінші бастапқыда осындай жұмсақ болып тұрады. Барлығын осылайша пісіріп аламыз. Шетінде ауысқан корждарымыз бізге керек болады, оны алып қоямыз. Және де пісіру барысында көтерілмеу үшін коржымызды вилкамен тесіп алуымыз керек. Барлығын дайындап алғанымыздан кейін оны кремін жағуға көшеміз. Осылай әрбір қабатына 1-2 ас қасықтан кремімізді жағып, жинап шығамыз. Креміміз өте берекелі крем, соның үшін мол-молдан жаға берсеңіздер болады. Барлығын жинап болғасын осылай бетіне де және де жандарына да кремдерімізді жағып алып, ауысып қалған шеткі бөлектерін осылай ұсақтап алып, оны бетіне сеуіп шығамыз. Дайын болған медовигімізді міндетті түрде кемінде 4-5 сағатта холодильникке қоямыз, одан кейін барып кесеміз. Мінекей осындай өте дәмді, нәзік медовигіміз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл медовикті сіз бір дайындап көргеніңізден кейін бұл сіздің сүйікті медовик рецептіңізге айланады.